Сәлем достар! Бүгін мен сіздерге балалар жүрек аурулары туралы ақпараттармен бөлісетін боламын. Бізде ақпараттар өте қызықты, бізге тіркеліп қойсаңыздар болады. Лайк, комменттеріңізді аямаңыздар. Ал кеттік. Балалардың жүрек ауруы. Жүрек ауруды ересектерден әсер еткен де жеткілікті қиын, бірақ әсіресе балаларда қайғылы болуы мүмкін. Жүрек ауруларының көптеген түрлері балаларға әсер етуі мүмкін. Оларда туа біткен жүрек аурулары, жүрекке әсер ететін вирустық инфекциялар, тіпті аурудан немесе генетикалық синдром бала кезінен кейін алынған жүрек аурулары жатады. Жақсы жаңалық: медицина мен технологиялық дамуымен көптеген жүрек аурулары бар балалар денсаулығына және толық өмір сүруіне кепілдігі бар. Туа біткен жүрек аурулары ШД бұл балалар туатын жүрек ауруларының түрі. Әдетте туа біткен жүрек аурулары туындайды. ақш-та болжам бойынша 1% жыл сайын туылған нәрестелер ШД бар. Балаларға әсер ететін ЖДК тобы мыналардың қамтиды: жүрек ақауларының таралуы сияқты жүрек клапанының бұзылуы, ол қан ағымының шектейді. Гипогликемиялық сол жүрек синдромы, онда жүректің сол жағы дамымаған. Жүректің тесіктерімен байланысты бұзылуы әдетте камералардың арасындағы және жүректен шығатын негізгі қан тамырлары арасындағы қабырғалар. Соның ішінде қаншалық септолдық ақаулар, жүрекжаралық қалқан ақаулары, артериялық патогендік канал, 4 ақаулардың біреуі болып табылатын фаллотетралогиялық, соның ішінде қаншалық септомдағы тесік, оң қанша мен өкпе артериясының арасындағы тар жол, жүректің оң жақ бөлігі қалыптағы ығыстырылған қалқа. Туа біткен жүрек ауруларының баланың денсаулығына ұзақ мерзімде әсер етуі мүмкін. Олар әдетте хирургиямен, катетерлер процедураларымен, дәрі-дәрмектермен, ауыр жағдайда жүрек трансплантациясы емделеді. Кейбір балалар өмір бойы бақылау мен емдеуді қажет етеді. Достар, маған тіркеліп, осы каналыма дамуына көмектесіңіздер. Әрі қарай қызықты ақпараттар көп. Атеросклероз бұл артериялар мен май мен холестерин толтырылған бляшкалардың жиналуына сипаттайды. Термин қан жиналған сайын артериялар қатерлік және тарылады. Бұл қан ұйығыштар мен инфекция қаупін арттырады. Атеросклероздың дамуы үшін әдетте көп жылдар қажет. Балалар мен жасөспірімдердің бұл аурудан зардап шегуі әдеттен тыс. Алайда семіздік, қант диабеті, артериялық гипертензия және басқа да денсаулыққа байланысты проблемалар балаларда жоғары қауіп төндіреді. Дәрігерлер туасылық жүрек аурулары немесе қант диабеті сияқты қауіпті факторлары бар және артық салмағы немесе семіздігі бар балаларда жоғарғы холестерин мен жоғары қан қысымын тексеретін ұсынылады. Емдеу әдеттері: жаттығулар мен диетаның өзгеруі сияқты өмір салтын өзгертуді қамтиды. Аритмия бұл жүрек ырғағының бұзылуы, бұл жүректің тиімді жұмыс істеуіне әкелуі мүмкін. Балаларда аритмияның көптеген түрлері болуы мүмкін, соның ішінде балаларда жиі кездесетін жүрек соғу жиілігі, тахикардия, суправентикулярлық тахикардия, жаяу жүрек соғуы, брадикардия, ұзын КТ синдромы, ЛКТС, Вольф-Паркинсон-Уайт синдромы. Симптомдық мыналардың қамтуы мүмкін: әлсіздік, шаршау, бас айналу, естен тану, тамақтандырудағы қиындық. Емдеу аритмияның түріне және баланың денсаулығына қалай әсер ететініне байланысты. Кавасаки ауруы бұл ауру баланың жүрек ауруына кездесетін ауру. Кавасаки ауруы бұл сирек кездесетін ауру. Ол негізінен балаларға әсер ететін және олардың қолдарындағы, аяқтарындағы, аузындағы, еріндері мен тамағындағы қан тамырларының қабынуы тудыруы мүмкін. Сонымен қатар лимфа түйіндерінің қызуы мен ісінуі пайда болады. Зерттеушілер оның неден пайда болғанын әлі білмейді. Сәйкес, Американдық жүрек қауымдастығы ана бұл ауруы 4 баланың біреуінде жүрек ауруының негізгі себебі болып табылады. Көбісі 5 жасқа толмаған. Емдеу аурулардың дәрежесіне байланысты, бірақ көбінесе көктемдік ішіне гамма-глобулинмен немесе аспиринмен, буферинмен жедел емдеу қамтиды. Кортикостероидтар кейде болашақ асқынуларды төмендетуі мүмкін. Бұл аурудан зардап шегетін балалар жиі жүрек денсаулығын қадағалау үшін өмір бойы бақылауды қамтиды. Жүрек шуылдары. Жүрек шуылы бұл жүректің камералары немесе клапандары арқылы немесе жүрек маңындағы қан тамырларын арқылы өтетін қанның жымайтын дыбысы.
көбінесе бұл зиянсыз. Басқа жағдайларда бұл жүрек-қан тамырларының ауруларының белгісі болуы мүмкін. Жүрек шуылдары жиі қызба немесе анемиядан туындауы мүмкін. Егер дәрігерлер балада жүрек ырғағының бұзылуы естісе, олар жүректің сау екеніне сенімді болуы мүмкін. Болу үшін қосымша тексерулер жүргізеді. Жүректің кінәсіз шуы әдетте өздігінен шешілетін, бірақ егер жүрек проблемасы туындаса, оған қосымша ем қажет болуы мүмкін. Перикардияны көп адамдар естімеуі мүмкін. Сол себеп мен қазір сіздерге бұның қалай дамитынын, емін барлығын айтып беретін боламын. Сіздер каналға тіркеліп мені қолдап отырыңыздар. Перикардия — бұл жағдай жүректе перикардия қоршап тұрған жұқа қан немесе қабық қабынғанда немесе жұқтырғанда пайда болады. оның екі қабаты арасындағы сұйықтық мөлшері жоғарылайды. Бұл жүректің қанды сору қабілетін нашарлатады, перикардиятты түзеді. Операциядан кейін пайда болуы мүмкін, немесе ол бактериялық инфекциялар, кеуде жарақаттары немесе қызыл жегі тәрізді дәнекер-тіннің бұзылуынан туындауы мүмкін. Емдеу аурудың ауырлығы баланың жасына және жалпы денсаулығына байланысты. Ревматикалық ауру емделмеген жағдайда стрептокок бактериялары стрептокок пен скарлатинді тудырады. Сонымен қатар ревматикалық жүрек аурулары тудыруы мүмкін. Бұл ауру жүрек клапандары мен жүрек бұлшықеттерін ауру және тұрақты зақым келтіруі мүмкін. Миокардия деп аталады. Жүрек бұлшықетінің қабынуы тудырады. Сиэтл балалар ауруханасының мәлімдемесі бойынша ревматикалық қызба әдетте 5-15 жас аралығында балаларда кездеседі, бірақ әдетте ревматикалық жүрек ауруларының белгілері бастапқы аурудан кейін 10-20 жыл ішінде көбінесе ревматикалық қызба және кейінгі ревматикалық жүрек аурулары. Қазір ақш-та сирек кездеседі. Стрептококктың антибиотиктерімен дер кезінде емдеу арқылы бұл аурудың алдын алуға болады. Вирустық инфекциялар. Вирустық респираторлық аурулар немесе тұмаудың қоздыруымен қатар жүрек денсаулығына да әсер етуі мүмкін. Вирустық инфекциялар миокардтың тудыруы мүмкін. Бұл жүректің бүкіл денеге қан сору қабілетін әсер етуі мүмкін. Жүректің вирустық инфекциясы сирек кездеседі және бірнеше белгілерді көрсетуі мүмкін. Симптомдар пайда болған кезде олар тұмауға ұқсас белгілері ұқсайды, соның ішінде шаршау, ентігу және кеудедегі ыңғайсыздық. Емдеу миокардия белгілері емдеуге арналған дәрі-дәрмектер мен емдеуді қамтиды. Ал достар, енді менің каналыма тіркеліп, лайк, комменттеріңізді аямаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Менімен соңына дейін болғандарыңызға рахмет. Сіздердің қолдауларыңызды күтемін.